Ja 42 миллион қай жаққа кетті? 42 миллион мынан қорш. Жүрсеңіз соны көректі. Не бала қалай отырады мынаған? Мына ауыл әкімінің орынбасарына сұрақ қойыңыздар, 42 миллион қай жаққа кетті деп. Тек 40 миллион емес, басқа да қаражаттар қайда кетті деп сұрау керек. Өзі келеді ғой, сол кезде келе бермейді. Бастыңыз мені қызықтырмайды, бастыңыз. Сіз иосыз. Ол бастыңызды мен қашан бір ай күте алмаймын ғой мен. Мінекей бұл Көксу ауылдық округі, иә? Көксу ауылы. Көксу ауылы. Иә. Мінекей 42 миллион бөлінген құрылыстың түрі. Мұны қабылдап алып қойдыңыздар ғой, иә? Ау. Қабылдап алып қойдыңыздар, қол қойып. Қабылданған. Ау не бала қалай отырады мынаған? Дәл бұл жер демеушілер есебінен келген ол. Бұл қандай демеушілер мынандай әткеншек істеген? Кішкене балалар бойы іште ма? Бұл демеушілердің есебінен дедіңіз, иә? Демеушілердің есебінен кетті. 42 миллион қай жаққа кетті? 42 миллион мынан қорш. Жүрсеңіз соны көректі. Қоршауына кетті. Қай қоршауға кетті? Жоқ, қай қоршауға кетті? Мына тұрғы ар жағынан осы 6 гектардың бәрі жері қоршалған ғой. Жоқ, кім қоршаған? Ол ана мекемелердің қоршауы емес па? Мекеме емес, мына тұрғы ғана неде. Мына отыр, мына көкпен қоршалғандардың бәрі. Мына қоршау ма? Иә, ана жақта. Сонда тек қоршау үшін 42 миллион тек қоршауға. Жоқ, ішінде бар нәрсесі тұр ғой сізде. Не бар іште? Сіз, пожалуйста, маған өтінішіңіз жауап беруге дайын. Өтініш емес, осы жерде көрсетіңіз. Ана сахнаға кетті ма 42 миллион? Бұл сахнаға не істейміз енді? Не істейді бұл сахнада? Мінекей 42 миллион теңге Көксу ауылында осыған жұмсалған екен. Айналаның барлығы таза Қазақстан. 42 миллион мына жаққа жұмсалған. Оны айта алмайды, не үшін жұмсалған. Мына сахнада тек қана наурызды тойлайды дейді. Наурыз тойласа сонда көрермендер мынау өсімдіктердің арасында отыра ма? Көрдіңіздер ма? Кімді алдағысы келеді? Мысалы, жуырда Конституция күні болды, жақында сайлау болады. Не мынау тұрысы? Оны қалай мынаны сіздер қалай қабылдап алыңыздар? Смета бойынша мына жерде осындай қоқырсып тұру керек па? Мемлекеттің қаржысы істегеннің аузында, ұстағанның қолында кетіп жатқан сияқты. Бұл Көксу ауылы 42 миллион жұмсалған. Мына кісі сахна дейді. Мен мұны сахна деп айтпас едім. Сіздер өздеріңіз осы халықтың ақшасына есеп бересіздер ма? Қабылдау кезде, қол қойған кезде осы халықтың қаржысы ғой деп есеп бересіздер ма? Иә, есеп беріледі тұрақты. Мына енді дұрыс жасалды деп ойлайсыз ба өзіңіз? Жоқ, сіз түсінсеңізші, бұл жерге жетпеген жеріне 2 миллион 200 мың бұл жерде айтып жатқан жоқ, мен сахнаны айтып жатырмын. 42 миллион кете ма жаңа сахнаға? Иә, әртүрлі жұмыстармен кетеді ғой. Тек сахна емес бұл жерде. Не істеді ал? Тек сахна емес бұл жерде. Не істеді? Ашық порталда тұр ғой. Ашық порталда бола береді ол жерде. Ашық порталда жалған ақпарат тұр ғой сіздерде, яғни мына жаққа 42 миллион қалай кетеді? Қазір барлығы билікке таласып жатыр. Сайлау болады, мен сайланам, күшті қылам. Мін осы Көксу ауылына келіңіздер. Мынау әділет партиясы, тағы қай партия бар? Партияның халықпен жұмыс жасаймын, халыққа мен бір пайда келтірем дегендер осы Көксу ауылына келіп кетіңіздер. Сондықтан да қазір партиядан сайланатын үміткерлердің барлығына осындай сұрақ. Рахмет, өзіңіздің аты-жөніңізді қайтып айтсаңыз. Атайым Нұрлыбек Төреханович. Рахмет, сау болыңыз.